Жалпы физика сабағының физика курстарының екінші сабағына қош келдіңіздер. Яғни біздің екінші сабағымыз қателіктер теориясына көз жөнелтілді. Қателіктер теориясы бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы. Жалпы қателіктердің теориясына назар аудартудан бұрын бірінші қателік не екенін түсіну керек. Жалпы физика ғылымында көптеген ауытқушылықтар немесе тура немесе жанама мәндер көп кездесіп отырады. Оны яғни физиканың екі түрге бөлінетінен түсіне аламыз. Яғни физика біріншіден практикалық физика және теориялық физикаға бөлінеді. Яғни практикалық күйінде физикада біз әртүрлі зертханалық жұмыстар жасай отырып, көбінесе ауытқушылықтарға тап боламыз. Ол ауытқушылықтар ешқандай да дұрыс емес, немесе дұрыс мәндер болып саналмайды. Себебі әр физикалық шамада өзінің қателіктері болады. Өйткені әрбір біздің қазіргі көріп жатқан заттарымыз немесе материалдарымыз бәрі толыққанды 100% болып таза өнім болып саналмайды. Яғни тіпті біздің өлшейтін күнделікті қолданатын аспабымыз сызғышымызды зерттеп көрсек. Яғни сызғыш, қарапайым сызғыш 10 сантиметрлік, яғни 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жалпы 10 сантиметрлік сызғыштың өзінде қателігі болады. Оны қайдан біле аламыз? Яғни біз 10 сантиметрлік сызғышпен түрлі заттарды өлшей аламыз. Яғни мысалы болса тақтаны өлшейміз десек, 10 сантиметрін жетпейді әрине де. Бірақ қарапайым мысалы бір ұялы телефондарды өлшесек, онда біз әртүрлі шамаларға тап боламыз. Мәселен, телефон мысалы ені ұзындығы бойынша және Б деп оны нөмірлеп қояйық, ол 5 сантиметр болуы мүмкін. Ұзындығы бойынша, ені бойынша 2 сантиметр болуы мүмкін. Яғни тіпті осындай өлшеулердің өзінде үлкен қателіктер болады. Себебі біздің сызғышымыздың 10 сантиметр сызғышымызда бөлік құн деген болады. Яғни осы нөмірленген штрих деп атайық, осы 1, 2, 3 деген цифрларды бәрінің ішінде 10 миллиметрден штрихтар болады кішкентай. Және де осы кішкентай штрих бойынша біз аспабымыздың өлшеу дәлдігін немесе қателігін түсіне аламыз. Мысалы, осы сызғыштың өлшеу дәлдігін есептеп көрейік. Мысалы, 1 және 2 сантиметрдің арасында 10 штрих миллиметр болады. Осы аспаптың дәлдігін табу үшін біз екінші штрихпен бірінші штрихті азайтып, оның арасында тұрған кішкентай штрихтардың санын бөлеміз. Яғни ол 0,1 болады. 0,1 сантиметр. Оны ары қарай си жүйесі бойынша ауыстырсақ та, ол 1 миллиметрге тең болады. Яғни біз, мысалы жаңағы айтып кеткен ұялы телефонды өлшеу кезінде, біз оны 5,2 немесе 5,3 сантиметрге тең екенін дәл айта аламыз. Бірақ мысалы өлшеу 5,3, 5,2 емес, 5,125, 5,343 деген сандарға кетіп қалса, онда ол мүлдем дұрыс емес. Себебі біздің аспабымыз ондай дәлдікке дейін өлшей алмайды. Жалпы физика курстар кезінде, мектепте болсын, әртүрлі сабақтарда болсын, біз онда қарапайым аспаптарды қолданбаймыз. Біз қолданатын аспаптардың бірі штанген циркуль секілді аспаптар болады. Себебі олардың өлшеу дәлдігі өте үлкен болады. Жалпы біз қателіктер теориясы бойынша бірінші теорияға назар аудартамыз. Ол теорияның негізгі мазмұны, яғни бөлік құны қаншалықты аз болады. Яғни мысалы 0,1 сантиметр емес, 0,1 немесе тіпті 1,1 көбейтілген оның минус 5 дәрежесі сантиметр дәлдік болса, онда біздің өлшеуіміздің дәлдігі үлкен болады.
яғни бөлік құны қаншалықты аз болса, дәлдік соншалықты көп болады. Сонда жалпы қателік дегеніміз не? Қателік дегеніміз ол шынайы ең дұрыс деген мәннің жанама мәнге деген азайтындысы болып табылады, айырмасы. Яғни дельта x деп атайық оны, қателік. Яғни x шынайы, x деп атайық, ал x жанама ол біздің жалған мәніміз болсын. Осындай дәлдік бойынша біз зертханаларда физика курстарының негізінде әртүрлі есептеулер жүргізе отырамыз. Жалпы қателіктердің классификациясы бойынша тоқталып кетейік. Қателіктер жалпы көптеген болады. Олардың классификациясы әртүрлі өзінің қасиеттеріне байланысты болады. Жалпы қателіктер ең бізге физика курстары кезінде қажетті болып, жүйелік қателіктер, кездейсоқ қателіктер, және де тағы да бір түр, бірақ ол онша тарамаған, ол мүлт қателіктер. Мүлт қателіктер орысша промах деп аталады. Жалпы әр осы қателіктердің типтері бойынша тоқталып кетсек, жүйелік қателіктер негізінен мысалы қарапайым аспаптың өзіне байланысты болып таралатын қателіктердің түрі болып табылады. Кездейсоқ қателіктер ол мысалы біз амперметрмен бір тоқ көзінің кернеуін өлшей отырып, жер сілкінісі немесе бір жер сілкінісі болсын, мысалы цунами болсын, әртүрлі бір табиғи апаттардың әсерінен туындайтын кездейсоқ талқыланбайтын қателіктер кездестіреміз. Және де мүлт қателіктер ол мүлдем өте жат қателіктер болып саналады. Себебі мүлт қателіктер ол ең таралған, өкінішке орай, бірақ ол қателіктерді мүлдем жіберуге болмайды. Яғни зертханалық жұмыстар жүргізу барысында біз көбінесе жүйелік қателіктерге назар аударамыз. Осы жерде қарапайым тағы да бір, жаңа мен айтып кеткендей, классификацияның тағы да бір типтері бізге таныс болады. Яғни қателіктерді тек қана осы типтер бойынша ажырата қоймай, ол да есептеуге болады. Мысалы, қателіктер ең біріншіден абсолют қателіктер және салыстырмалы қателіктер деп бөлінеді. Қателіктерді өлшеу барысында абсолют қателіктердің нақты бір мәнге ие екенін түсіне аламыз. Яғни ол жаңа мен айтып кеткен дельта x белгісімен белгіленеді. Дельта x бізде шынайы және жалған мәндердің формуласы бойынша ерекшеленеді. Оны алдағы сабақтарда, зертханалық жұмыстарда көрсету барысында оны тағы да бір талқылап өтеміз. Жалпы салыстырмалы қателіктер негізінен абсолютті қателіктерден бұрында туындаған. Яғни салыстырмалы қателіктердің негізгі белгісі болып эпсилон әрпі, яғни ол дельта x, жаңа біз айтып кеткен абсолютті қателіктің жалпы шынайы мәніне қатынасы бойынша ерекшеленеді. Және де салыстырмалы қателік көбінесе пайыздық үлеспен беріледі. Жалпы тағы да қателіктер теориясы бойынша немесе тағы да мәнді сандар бойынша көп талқылау жүргізуге болады. Бірақ ең негізгі бір теорияны көрсетіп жіберсем, ол мәнді сандарға негізделеді. Себебі зертханалық жұмыстарда болсын, есептерде болсын, мәнді сандар Кембридж жүйесі бойынша ең маңызды болып табылады. Мысалы, 0,209 деген санды алып көрейік. Мысалы, ол жылдамдық болсын. Жылдамдық метр секунд бойынша. Жалпы 0,209 деген сан
жалпы 3 мәнді саннан тұрады. Мәнді сандар дегеніміз ол нөлден, бастапқы нөлден жат болатын, үтірден кейінгі сандар бойынша белгілі бір ақпарат тасымалдайтын сандар болып табылады. Яғни ол біздің қазіргі жағдайымызда 209. 209 сандары 3 мәнді сан болып табылады. Ал мысалы бізде осы есептеу басқа да бір сандарды алып көрсек, мысалы S, яғни орын ауыстыру бойынша, мысалы 5040 метр жол жүрген деп алсақ, мысалы ол кейінгі және ортасындағы нөлдері мәнді сандардың қатарына кіріп тұр, сондықтан ол 4 мәнді сан болып табылады. 4 мәнді сан. Және де есептеулер жүргізу барысында көбейтінді, бөлімді қосу, азайту амалдары кезінде осы мәнді сандарды толыққанды есептеу маңызды болып табылады. Мысалы, омега бұрыштық жылдамдығы 2π бөлінген т-ға тең болса, ал период мысалы бізге 2,5 секундқа, ал 2π үстінде, айтпақшы 2π бізде өзгеріссіз константа шама болып табылады. Сондықтан да оны мәнді сандар қатарына есептеулер жүргізу кезінде жатқызбаймыз. Сонда біз периодтың мәнді сандарына қараймыз. Жалпы бөлінді көбейтінді кезінде мәнді сандар ең минималды тұрған мәнді санға байланысты өзгеріп отырады. Яғни біздің омегамыз 2π бөлінген 2,5 2 мәнді сан болу керек. Ол мысалы есептеулер жүргізу барысында 3,4 мысалға тең болады. 3,4 радиан секундына. Яғни мәнді сандар қателіктер теориясы жалпы зертханалық және теориялық физиканың курстары бойынша есептеулер жүргізу өте маңызды болып табылады, және де одан жаңылысуға болмайды. Назарларыңызға рахмет.